Ардармен салат. Бүгінгі подкастта бізде Айдар Амиреев Айдар. Бүгін мен сіздерге айтқым келгені, ол жақсы маман бізге бүгін айтты қалай кредиттардан қарыздардан құтылуға болады. Соны айтып беріңізші бізге. Рахмет. Сырғалым қызымыздың подкастына келген барлық подписчиктерге. Жалпы қарыздан құтылу ма сұрағыңыз? Қарыздан құтылу үшін ең бірінші шешім қабылдау керек. Мен осыдан кейін ешқашан қарыз алмайын деген. Қарыздағы адам бір шұңқырда отырғандай болды да. Ол тағы да қарыз алып, ана қарыз жауам деп астын қаза берген, ол дұрыс емес деп ойлаймын. Енді олай барлық адамдар ойлайды ғой. Сіз бізге поточнее айтып бере аласыз да ма? Поточнее білмеймін мен, просто жаттап алған сөздерді айтып берген. Әрине. Барлық нәрсе сол шешім қабылдағаннан басталады. Және сұрақ жіберемін сен. Өзіңе сұрақ қойың керексің ғой. Қазір мысалы осылай қарызбен жүрген өмір саған ұнай ма? Ұнамай ма? Егер ұнамайтын болса, қандай өмір саған ұнайды? Соны өз-өзімізге сұрақ қойып, сөйтіп өзіміздің қалаған өмірімізге жету үшін біз бүгін әрекет жасауымыз керек. Сіз бізді көріп тұрғанда, бізде бүгін Макси чайға реклама болады. Бүгінгі спонсор ма біздің? Мені маркетинг, Макси чай, өте дәмді қазір. Айдар Амиреев, сіз Макси чайы жақсы көресіз бе? Иә, жақсы көреміз. Мен сіз кешіп көрдім ғой. Макси чай өте керемет. Сіз қалай ойлайсыз? Лимон чай ең дәмді чай, дәмді вкусы ма? Енді әркім өзінің қалауы бойынша ғой. Ал сіздің ойынша ше? Ой, Ирсайыр, Жұмаханов сізге подарка. Өткен подкастта бізге мейлап кеттіңіз. Сіздің подкастыңызға рахмет. Біздің подкастымыздан сіз қалай ойлайсыз? Сіз қандай подкасттарда болдыңыз? Қалай? Сұрағыңыз? Қандай подкасттарда болдыңыз көп? Болдыңыз дейсіз ба? Иә, Бұл мен алғашқы подкастым. Мен осылай маман деп таныстырып жатқаныңызға рахмет. Білмейтінім өте көп білетінімнен. Сондықтан мен өзім осы жолдамын әлі. Мен өзімде де әлі қарыздарым бар. Сол қарыздардан шығатын жолдамын қазір. Мен ойымша қандай да бір проблема болса, сол проблеманы шешуге нақты пландарын құру керек қой. Сонда сіздің ойынша қарыздарды негізі қалай құтылуға болады, мысалға қандай жолмен? Жолдары өте көп, барлығы да жұмыс істейтін шығар. Мысалы, сол туралы YouTube-тан неше түрлі подкасттар көруге болады, немесе бір адамды өзіңізге наставник ретінде, ұстаз ретінде, осындай мықты бизнес тренингте мысалы жасайтын жақсы бір ұстазды, соның подкасттарын тыңдап, немесе соның несіне қатысып, сол негізінде барлық адамның қолына тұрған нәрсе бірінші шешім қабылдау дедік, екінші Алладан дұға етіп сұрау керек. Сонда вдохновитель ма? Мысалға сіздің вдохновителіңіз кім болады? Өзім мысалы кешегі Айдардан бүгінгі Айдар
қандай айырмашылығы бар? Ол артқа кетті ма немесе бір қадам алға жүрді ма? Өзінің мақсаттарына жету үшін қандай қадамдар жасады деген сияқты нәрсе. Әрбір күннің кешке таман өзіңе жазасында біткен тірліктеріңді жазасың. Міне мен осындай тірлігім бітті. Осындай нәрсе істедім. Нақты біткен тірліктеріңді жазуға. Мысалға, сіз сонда айтқыңыз келгені қарызға қайттан кірмеу үшін қайттан оны алмайсыз ба? Қарыздан кейде құтылғаннан кейін де адамның егер өзінің ойы өзгермесе, дәл сол қалыпта қалып қалса адам, ол қайтадан айналып дәл сондай қарызға кіруі мүмкін. Немесе бір жерден біреу лотерея ұтып алып, қарыз жауып тастаса, немесе біреу бүкіл қарыз жауап берсе де, ол азғантай уақыттан кейін қайтадан сол деңгейге жетеді. Қайтадан қарызға кіреді, қайтадан сол состояниеге кіруі мүмкін. Сондықтан адам әрдайым білім іздеу керек деп ойлаймын. Алладан сұрау керек. Я Алла, алып жатқан білімім мен үшін қайырлы болса екен, мен үшін пайдалы болса екен деп Алладан сұрауың керексің. Және әрекет жасау керек. Сонда план құру керек. Мақсатыңа жоспар құру керек. Мысалы, мен осындай мақсатым бар. Көп мақсаттар бар. Мысалы, 3 мақсат, 10 мақсат алады да. Мақсаттың бірі қарыздан құтылу. Ясны жазасың, ол үшін не істеу керек, осындай істеу, табысты көбейту керек деген сияқты да. Сол әр мақсатқа байланысты өзіңнің жоспарларын жазу керексің. Шүкіршілік Аллаға көп айту керек. Сізден бір сұрақ қоюға болады ма? Айтыңыз, біз сол үшін отырмыз осында. Сіз бір қыз болған. Ол өзінің $10 лотерея алғанда, сөйтіп сол лотереядан ұтқан. Соң ол ата-аналарына көрсетті, ата-аналар қуанды да, ұтқан ақшаны қай жаққа жаратуға болатынын ойлады. Сөйтіп қыз айтады: мама, папа, бұл мен ұтқан ақшам ғой. Мен өзім шешейін да, бұл ақшаға мен не жарататынымды. Мамасы, папасы, мақұл сен қыз айтасың, бұл сен ақшаң дейді. Сөйтіп қыз айтады: мен қылмысқа дана жасауым керек. Ақымақтық айта бер. Сіз осындай қандай реакция бересіз? Ол қыз, мысалы, оның ата-анасының өзінің өмірлік тәжірибесі бар да, опыттары бар. Ақшаны дұрыс қолдану, және жоспарлау ақшаны, былай айтқанда финансовый грамотность дейді ғой. Финансылық біліктілігін арттырған адамдар да, кішкене болса да өзінің опыты бар. Ол кішкентай қызда опыт жоқ. Алады да ұтқан ақшасын бәрін Роблоксқа біреуге донатқа жасады, не алады, азғанда уақыттан кейін қайтадан ақшасы жоқ состояние келеді. Ал егер де ақшасы, именно ақша түскен кезде, үлкен ақша түсіп жатса, осы подкаст көріп жатқан адамдарға ең бірінші не істеу керек? Жақсы білім алу керек. Білім алу керек. Сол ақшаны қалай көбейтсем болады? Мысалға, мен шетелге барамын, орта университетке поступить қыламын, одан кейін мен оқуға түсемін, шетелге оқуға түсемін, сонда мен сондықтан шетелде қалған ақшаман біз жоспар құрасың ғой. Мысалға, егер сен лотереядан $1 миллион ұтыласың, сіз не істейтін? Мен ба? Табыстарымды мен бірінші очередь сабақ алатын едім. Мықты Брайан Трейси сияқты мықты білімді адамдардан сабақ алатын едім, жеке сабақ. Сөйтіп өзімді дамытатын едім. Егер мен миым солар сияқты мысалы бай адамдардың ойлау қабілетіне жетіп жатса білімім, онда мен ондай ақшаны талайын табамын өзім. Түсінікті ғой? Мысалға, сіз мысалға мистер Бист сияқты ақшасы көп адам болып, басқа адамдарға басқа блогерлер сияқты
есептейтін орнынан сіз осы ақшаны тиімді пайдаланып өзіңіздің ютубыңызға күнделікті салып және де ол жақтан ютубтан сізге 2 есе көп ақша береді. Сонда сіз өзіңіз тапқан ақшаны шыраға құртып, ол ютуб сізге 2 есе көп ол ақшаны береді. Иә, просмотрлар көп болса. Сол сияқты біреу мысалы ютуб арқылы табыс табады. Бір адам өзінің армандаған бір проектін жасап, соның нәтижесінде табады деген сияқты. Иә, барлық еңбек қой. ютубқа видео түсіріп, және де оған көп просмотр жинау, ол да үлкен еңбек. Өйткені идеяны бірнеше күн ойлап табадым. Сен ойлап керексің. Мен оны тиімді пайдаланып жатырмын ба? Обал емес па деген сияқты. Иә. Мысалы, мынандай болады да, кейбір адамның бірақ видеосы бір атып кетеді да. Ал одан кейін қанша видео салса да ондай просмотр жинамайды. Маған атсам да Ол үшін шыдамдылық керек, иә, шыдамдылық керек. Ұйықтап қалдың ба сонда сен? Өз ана жаққа барады. Кешірім өтінемін, құрметті көрермендер. Біз жолда келе жатырмыз машинада. Техникалық үзіліспіз. Иә, ондай болады. Енді осы күнге жеткенімізге Аллаға шүкіршілік айтамыз, иә? Аллаға шүкір. Ал не айтып қайдық арғай? Егер сіздің балаңыз, мысалға мен 10 миллион доллар ұтып алсам, сіз не істейсіз? Енді сен жасың әлі жеткен жоқ қой. Бірінші очередь сен бұл егер сенің ақшаң болса, онда саған сенің атына депозит алып сол жақта сақтайтын едік. И оны сен ол ақшаны тиімді жарату үшін мен сені Давлатовтың «Дети на миллион» деген сабағына қатыстыратын едім. Сол сабақта өткеннен кейін сен ақшаны қалай тиімді пайдалану керек екенін, қалай қандай жұмыс істесең де байып кететін жолдарын үйрететін сондай сабақтар алатын едің. Мен сондай сабаққа саған білімді беретін едім. Сол ақшам тиімді жаратып алу үшін. Ол тек саған ғана емес, сен арқылы көптеген қайырымдылыққа да түсетін. Сондай жақсы ол ақша саған қайырлы ақша болу үшін бірінші очередь білім керек деп ойлаймын. Бірақ, мысалға, мен ұтып алсам, мысалға 5 миллион долларды өзіңізге алатын едіңіз ба? Жоқ, сенің атына счет ашатын едік. Сен қазір оны жаратай алмайсың, өйткені сенің жасың жетпейді. Біріншіден, екіншіден сенің білімің де жетпейді ол ақшаны. Ал сол ақшадан кішкентай бөлім болса да ала алатын едіңіз ба мен рұқсатымен? Иә, сен рұқсат берсең алатын едім. Кейбір ата-аналар болады, балалары өзі 100 теңге тауып алса, соны сразу алып қойды. Ол қалай, олай сен ойың бойынша қалай ол барлық ата-анасына бере салған дұрыс ба? Аш. Негізі, егер баланың рұқсатымен, баланың өзі шешімімен егер болса, онда мақұл. Ал егер мысалға андай намыс деген нәрсені білмейтін адамдар болады ғой, иә? Солар мысалға мен сізге бір оқиғаны айтып берейін. Бір жігіт лотереядан 100 миллион доллар ұтып алған. Соның ол өзінің ата-аналарды асырау орнына, ата-аналар одан қатты сұрағанда, бала, мен сені жақсы көремін деп үстіз. Олар оны оқуға берген, оған барлығын берген. Сөйтіп ол мұғалімге жұмыс істеген. Онған күніне оның бір оқушылары оған лотерея сатып алып берген. Ол айтты, сөйтіп лотереядан 100 миллион доллар ұтып алыптан. Но сөйтіп ол сразу сол жұмыстан шығып кеткен да. Сөйтіп ата-аналарына айтты. Ата-аналары бұны білген фондыдан. Бірақ сол айтты, мама, папа, мен ерте шетелге кетемін, сіздер ол жақта қала беріңіздер деді.
мен сөйтіп олар түсінбеді. Сен біздің тастап кеткен жатсыздар ма? Енді сұрақ неде? Сұрақ, сіз осы істедіңіз бе? Жоқ. Ол есім, егер ата-анам қиналып тұрса, ең бірінші ата-анама көмектесетін. Ол лотерейден түссін, қандай ақша түссе де, ол Алладан. Алла беріп жатыр маған. Мен ата-анам қиналып тұрса, мен ата-анама көмектессем, ол мен көмектесіп жатыр, мен ақшам деген сөз емес. Алла Тағала мен арқылы ата-анама көмектесіп жатыр. Алла Тағала көмектесіп жатыр ол кісілерге. Қандай жақсы нәрсе істегендер үшін. Сол. Мен дұрыс шешім қабылдау үшін менің жүрегімде иман болу керек. Иә? Мысалға мен сізге 1000 теңге берейін. Сол 1000 теңге ол оны сізге мен емес берген Алла Тағала болып тұр ма? Сен арқылы, иә, мен саған рахмет жан деп мен саған бата берем. Сол батам арқасында мысалы бата берем да, ой сырғалым, сен арманыңа жет, бақытты бол, аумин деп айтам да. Сен ана 1000 теңге маған берген жақсы ниетіңнің арқасында сен үлкен миллиондаған доллар тұратын арманыңа сол батан арқылы жетуі мүмкінсің, түсіндің ба? Сондықтан адамдар алғыс алып жүру керек. Негізі мүмкін емес. Алла Тағаладан қатты сұрасаң, онда болады ғой негізі, иә? Иә. Бүкіл дүниені Алла Тағала береді. Аумин деу керек. Алақан жаясында Алладан кез келген нәрсені сұрайсың. Е Алла, менде әдемі жер үйім болсын. Иә, жақсы нәрсе сұрайсың. Менде әдемі үйім болсын дейсің. Е Алла, мен денім сау болсын. Сабақты 5-пен оқиын болайын. Менің ата-анам аман болсын. Аллаға шүкір, менде бар нәрсе бар, менде үйім бар. Аллаға шүкір, денім сау дейсің. Бар нәрсе жақсы болсын дейсің. Аумин деп айтасың. Ба? Сосын бар, армандаған нәрсең орындалады. Кез келген нәрсені армандайсың. Е Алла, менде машина болса екен ғой. Ол салоннан алсам екен ғой. Ол түсі қара болса, немесе сары болсын, өзіңе қалайтын түсіңді. Сонда нәрсені айтасың. Мен қазір 4-ші сыныптамын. Мен Алла Тағаладан сонда экзаменді 5-ке шығуды сұрасам, онда ол ай мен күнмен қасында ол әшейін болатын. Мен бір жағынан орнап қойған ғой. Димаш туы. Қандай ол арман орнап балам? Димаш. Балаң інің пайда болды ма, сол ма? Ерсайын, сен ше? Қандай арманың бар? Мен күніге бет алып Ой, малайыз, аумин. Қолын жайда, мен күніге 5 алсам екен ғой, Алла деді, аумин деп айт. Болады, аумин, Аллаху акбар. Ұйықтағанда не деп айтасыңдар, балалар? Я ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулаллах деп айтамыз, иә? Мен сіздерге арабша бір нәрсе оқып берейін. Сіз шынымен мұсылман болсаңыз, Дұға ма? иә, дұға. Сіз шынымен мұсылман болсаңыз, мақұл, сіз шынымен мұсылман болсаңыз, онда осыны перевод қыла аласыз ба? Жоқ, мен арабша білмеймін. Мен мұсылман, бірақ арабша білмеймін. Үйренген дұрыс, білген дұрыс, бірақ мен арабша білмеймін. Сен айтқан нәрсені перевод айта алмаймын. No, my papa. Спанан. Ну, давайте мы себе берем, может, Субхана лази сахара лани хаза ва ма кна хада Аударып білмеймін. жоқ. Көлік дұғасы ма? Айтып берші өзің қатты айтшы. Дауысын қатты шығарып айт, мынау подкастта естілмей қалуы мүмкін. Мұны бізген бағындырған Алла кемшілік атылудан пәк, әйтпесе бұған біздің күшіміз жетпес еді. Расында біз Раббымызға қайтара аламыз. Иә. Амин. Жақсы дұға екен.
дұға үшін ақша төлейтін едіңіз ба? Мысалға, бір ақсақалдан, мысалы қазір ақсақалдардың негізі баяғы заманда ақсақалдар деген ол әр үйдің ол әкесі болатын еді, немесе атасы болатын еді. Бірақ қазіргі ақсақалдар азайып барып отыр, иә. Солар қазір бизнеспен айналып кетті. Мысалға, дұға білетін ақсақалдар көп қой. Бірақ анау әдейі істейді бизнес үшін. Олар бір дұғаны айтып береді да соны басқаларға. Сөйтіп сонымен ақша табады. Енді моше дұға айтпай айтатын болса, мен білмейтін болсам, әрине ол білімнің ақысын төлеп, ол адамнан ақшасын төлеп алған дұрыс. Енді шамаң келсе, әрине оны білімнің ақшасын төлеу керек деп ойлаймын мен құнын. Я негізі. Ал бірақ оның тегінде алатын жолы бар ғой, интернетте толып тұр ғой. Бірақ, негізінде ұстаз болса ол кісі, ол адам, қандай ақсақал болса, ұстаз болса, дұрыс нәрсені айтып жатқан болатын болса, әрине мен дұрыс деп ойлаймын. Дұрыс деп ойлаймын. Сіз қалай ойлайсыз? Христиандарда мынандай мереке бар. Біздің оразамыз сияқты да, бірақ оларға күні сол мереке біткенше, мереке емес енді біздің мысалға ораза дейікші. Ораза біткенше оларға ет жеуге болады. Ораза біткенше емес енді. Вообще, анандай. Вообще ет жеуге. Вообще. Вегетарианстар ма? Жоқ, папа. Христиандар ма? Христиандардан ет жеуге болмайды дейді. Негізі ет жеуге болады. Біздің оразамыз сияқты да. Мысалға біз пост ұстаймыз сондай. Иә, соны пост ұстайды да, бірақ оларға анандай. Біз мысалға біз жемейміз, бірақ олар ет қана жемейді ма? Сондай бір нәрсе ма? Иә. Жарайды, айта бер. Олар бәрін жей беріп, только ет қана жейді. Сұрағым. Сіз қалай ойлайсыз? Ол оразамен қалай қатысты болуы мүмкін? Білмеймін. Мен дін маманы емеспін, қызым. Ол жағын білмеймін. Білетін мамандарды шақырды да өзің подкастыңа. Дін туралы білетін маман шақырсаң, ол кісі саған толықтай айтып бере алады. Нағашы ата ма? Нағашы атаңдан сен әскери нәрселер сұрасаң, ол әскерде көп қызмет етті ғой. Нұрлан Жезеңнен, мысалы, ол кісі әскерде көп қызмет етті ғой. Әскер туралы сұрақ қойсаң, олар мықты жауап береді. Түсіндің ба? Барын біледі. Әже де біледі ғой негізі. Бірақ әже соғыс туралы біледі, әскери емес. Сол сияқты ғой. Әжеңнің енді көп, ұзақ өмір сүріп жатыр. Алла қаласа өмір ұзақ болсын. Алла разы болсын, мен анам. Ол кісі көп нәрсені көрген, көп нәрсені оқыған, көп адамдармен араласқан, сол үшін білетін нәрсесі өте көп. Сен әжеңнің қасында отырған кезде көп жақсы сен жаңалықтарды айтып беріп, әжеңнен жақсы тарихи нәрселерді үйреніп алсаң болады. Иә, сіз мысалға сіз маған бір жағдайды айтқансыздар ғой. Сіздер ұйықтап жатқан кезде бір үйлердің суын істеп жүрген. Ол кезде бір жарақат алды ма? Қалай болды бастан? Ұйықтап жатқанда не болды? Сіздер баяғы заманда, баяғы емес еді, сіз кездеріңізде бірі сіздің үйлеріңізді өтіп жіберген машиналармен қосып. Сөйтіп сол жақта бір жарақат алды ма? Ешкім жарақат алған жоқ. Оны біз біреу істеді деп айта алмаймыз. Өйткені біз дәлеліміз жоқ. Мүмкін ол тоқтың сымдары ескіргеннен де болуы мүмкін. Өйткені ол кезде барлық нәрсе болуы мүмкін. Сондықтан ол өткен нәрсе, Аллаға шүкір, мысалы ол үй өртенгенімен, машина өртенгенмен қазір сол үйдің орнында қандай үлкен әдемі үй тұр, бүгінгі бардық. Біздің қара шаңырағымыз жап-жаңа, әдемі, үлкен, жақсы, еңсесі биік күшті үй соғылған. Әр нәрсені артық қайырлы болсын деген сол, ол өрттен кейін де көп нәрселер жаңарып, жақсы болып қалды.
Amin деші Димаш. Бәрі жақсы болсын. Amin де. Ал, қоштасайық. Sağ olun dostlar. Bizge bir vaziradır. Sizce qala orazani dostlar stava bo'ladi. Qala stava bo'ladi. Ораза ұстау ең басты ниетке байланысты. Әлде қарыздан құтылу деген сияқты ғой. Шешім қабылдау керек, мен ораза ұстаймын деген сияқты ше. Сөйтіп Алланың қалауымен ұстаймын. Егер денсаулығы жақсы болса, адам ұстайды ораза. Негізінен шыдамсыздығынан болады ғой. Туылғаннан бері шыдамсыз. Қанша үйренсең де істей алмайтын. Енді сен Аллаға бүкіл әлемді жаратқан Алланың алдында уәде беріп ұстаймын деген соң, Алланың өзі көмектеседі саған, жеңілдетіп қояды. Сондықтан сәл шыдасаң, ораза бірінші күндері кішкене ыңғайсыздау, қиындау болуы мүмкін, ал одан кейін үйреніп кетесің. Мысалға көп күн ораза ұстамаған адамдар ұмытып кетеді қалысады. Сөйтіп мысалға мен көрген бір әйел дастархан жайып жатқанда сөйтіп байқамай аузына печенье салды. Ол сөйтіп оны шайнап ішіп болған соң уже Есен түсті ма? есін түсті. Ол оразасы бұзылмайды ондай кезде. Байқамай жеп қойған болатын болса, болды, ары қарай есіне түскен кезде ары қарай ұстап кете береді. Ол қалдықтарын түгіріп салфеткамен сүртті. Ондай болады. Сөйтіп одан кейін Егер әдейі жеп қойса, бұзса, онда оның есебін кейін ораза біткен соң 60 күн ораза ұстап, оны не қылады, өтейді орны. Сонда әдейі мысалы бір күн оразаңда денің сау болып тұрып, оразаны аш жіберсең, егер әдейі аш жіберсең, ешқандай себепсіз ауырмай, онда оның есебін 60 күн ораза ұстап кейін, айттан кейін сөйтіп құтыласың. Сонда ораза ол барлық біздің өмірімізді шешетін күнде болады. Мысалға оразада жақсы жасасаң қайтып келеді дейді ғой. Мысалға оразадан айтайық, оразадан сіз маған үлкен шара алып бердіңіз. Кейін бірнеше күннен кейін мен жұмыс істеп сізге 10 мың теңге бердім. Солай сияқты ораза күнінде көп жақсылықтар келеді. Алладан келеді жақсылықтар. Ораза кезінде адам оразаны Алланың разылығы үшін ұстайды. Алла маған разы болсыншы деп ниеттеніп ораза ұстайды. Түсінікті ғой? Оның сыйын Алла тағала береді. Ол көп болуы мүмкін оның сыйы. Ораза ұстаған үшін Алла тағала өзі береді сыйын. Сыйы өте керемет. Ал, подписчиктермен қоштасайық. Сырғалымның каналына жазылыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.